өздерінің авторлық бағдарламаны ұсынады. Яғни қазіргі сөз кезегі мен Жанарбаева Сәуле Оңайбекқызына беремін. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Менің бағдарламамның тақырыбы бастауыш сыныптардағы қазақ тілі пәнін оқытудың ерекшеліктері, элективті курс бағдарламасының мазмұнын ұйымдастыру бойынша оқу жүктемесінің көлемі 4-ші сыныпта аптасына 1 сағат, оқу жылына 34 сағатты қамтиды. Бағдарламаның мақсаты оқу сауаттылығына қол жеткізуге бағытталған мағыналы оқу негіздерін меңгерген білім алушының тұлғасын қалыптастыру. Бағдарламаның міндеттері ауызша сөйлеуде, оқуда сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, түсіндірме сөздермен жұмыс істеу дағдысын арттыру, сөз жасап ережелерін білу арқылы тілді дамыту. Орфографиялық дағдыларын жетілдіру, жүйелі жазу дағдыларын жетілдіру. Бастауыш сыныптағы қазақ тілі пәнін оқытудың өзектілігі. Бұл элективті курс бағдарламасында түрлі деңгейлік тапсырмалар арқылы бастауыш сынып оқушыларының қазақ тілін жетік, терең меңгеруіне, оқушылардың тіл сауаттылығы мен сөз байлығын, ойлау қабілетін, дүниетанымдық дағдыларын кеңейтуді көздейді. Оқушыны білімге бірдей жетелеу үшін өз мүмкіндігіне сәйкес сабақты меңгерту, тілін, ой ұшқырлығын дамыту, өзіндік пікір айтуға жағдай жасау, еркін шығармашылыққа жетелейтін, пәнге қызығушылығын арттыратын әдістің бірі ойынның түрлері. Яғни грамматикалық ойындар, лексикалық ойындар, морфологиялық ойындар, фонетикалық ойындар. Ойын арқылы оқушылардың қазақ тілге деген қызығушылықтары артып, сөздік қорлары молаяды деген түрде сөз ойлау, тез ойлау, кім тапқыр суреттер сөйледі деген әртүрлі ойындар кірді. Енді күтілетін нәтиже Ниязбекова Гаухар Ерболатқызына беремін. Ғабит Мүсірепов атындағы номер 86 мектеп гимназиясының бастауыш сынып ұстазымын. Менің элективті курс авторлық бағдарламамның тақырыбы ұлттық дүниетаным. Бағдарламаның мақсаты жас ұрпақтың өткен тарихын білуге, тілін құрметтеуге, үлкенді сыйлап, әдептілік, имандылықтың бойына сіңіруге және рухани бай, ұлттық намысты жоғары болып өсуіне ықпал ету. Оқушы бойына қазақ халқының ұлттық дүниетанымын ежелгі заманнан бүгінге жеткізіп берген танымы мен білімін, сенімі мен көзқарасын, өлшемі мен түсінігін қалыптастыру. Имандылыққа, адамгершілікке, ізгілікке, ұлтжандылыққа тәрбиелеу. Бағдарламаның міндеттері: туған еліміздің, халқымыздың төл мәдениетін лайық, таным түсініктері мен ерекшеліктерін қалыптастыру, сіңіру. Мыңдаған жылдар бойы халықтың өмірі мен тұрмысына, алтын арқау болған салты мен санасына бағыт-бағдар етіп, сақтаған салт дәстүрлері мен жөн жоралғыларды батырларымыз бен би-шешендерімізді тануға, сара жолын үлгі тұтуға баулу. Бағдарламадағы тұрақтылау мазмұны бөліміне келетін болсақ, бұл жерде әр сынып бойынша 1-ші және 4-ші сыныптар аралығында жазылғандықтан, әр сыныптың жас ерекшелігіне байланысты әр бағдарламаның өзінің бөлімдері бар. Мысалы, 1-ші сынып бойынша 1-ші бөлім әдептілік ізгі қасиет бөліміне 8 сағат, қазақ халқының баспана түрлеріне 5 сағат, 5 саусақ бойынша негізгі ұғымдар мен ұзындық өлшемдеріне 3 сағат берілсе, 2-ші сыныптың 1-ші бөлімі ұлағатты ұлттық ұғымдар, 2-ші бөлімі 4 түлікке 3 сағат, кигіз үйдің жабдықтары жиһаздарына беріледі. Осылайша мазмұндық бөлімі әр сыныптың жас ерекшелігіне байланысты спиральдық қағидат негізінде жасалған.
Сонымен қатар бағдарламадан күтілетін нәтижелер ұлттық дүниетаным элективті курсының бағдарламасы бойынша білім алған 1-4 сынып оқушысы ұлттық сана сезімі оянған, бойына халық педагогикасының ғасырлар бойы қалыптасқан тәлім тәрбиесін, ұлттық салт дәстүрін, әдет ғұрпын, тарихын, мәдениетін білетін ұрпақ қалыптасады. Өз отанына деген мақтаныш сезімі, ойы, өз ұлтын терең сүюі арқылы басқа ұлттарды танып, құрметтеуді үйренеді. Сонымен қатар, бағдарламаның басымдықтары. Қазіргі білім берудегі жаңартылған оқу бағдарламасы бүгінгі күннің талабы, оқушылардың жан-жақты дамуы, оның іс-әрекеті, алған білімі, өмірде шешім шығара алатындай жеке тұлға ретінде қалыптастыруына негізделген. Жаңартылған білім мазмұны бойынша әзірленген ұлттық дүниетаным бағдарламасында педагогиканың түрлі аспектілерін, қарым-қатынас жасауы, белсенді оқу, зерттеуге негізделген оқуды негізге ала отырып әзірленген деп толығымен айта аламыз. Бұл бағдарлама оқушы отбасынан бастау алып, әлеуметтік өмірде өркениет табатын бай мазмұнды ата-баба салған кемелді кесек өмір жолдарын, қазақы тірлік, рухани салт сана, әдет ғұрпы жөнінде кең ашылып өскелең ұрпақтың ұлттық сана сезімінің дамуына үлкен үлес қосады. Сонымен қатар, ең соңында ақпараттық әдістемелік бөлім. Бұл жерде әр оқушының қалай оқыту керек, қандай сабақтағы жаңағы түрлі әдістер, тәсілдер бар. Осыған тоқталып кетеміз. Назарларыңызға рахмет.